Ал құрметті басқару арнасының көрермендері, кезекті арнамызды бастаймыз. Бүгінгі қонағымыз белгілі сарапшы Самат Нұртаза. Сәке, қош келдіңіз. Қош көрдік. Жалпы біздің арнамыздың мақсаты еліміздегі басқару, оның ішіндегі мемлекеттік басқарудың тиімділігі мен оның қолжетімділігін арттыру. Өзіңіз білесіз, жалпы мемлекетте биліктің тармақтарының бірі ол заң шығарушы орган, парламент. Бүгінгі басқару тақырыбын сол парламенттен бастағымыз келіп тұр. Арқау болған мәселенің бірі алдағы уақытта кеше ғана бір шақырылым жұмысын тоқтатты. Міне араға бір ай өте қайтадан біз жаңа парламент құрамыз. Екі ай. Жалпы парламент біздің өмірімізде қандай рөл атқарады? Жалпы парламент деген не? Оған депутаттар қалай келеді деген сияқты осындай өз түсінігіңізді айтсаңыз. Енді рахмет шақырғандарыңызға. Біріншіден, әрине осы парламент сайлауынан өте көп адамдар енді үміт артып отыр. Себебі президентіміз 30% мажоритар рұқсат бергеннен кейін, сондай шешім қабылдағаннан кейін, менің ойымша осы 30%-ға әлде қайда көбірек үміт артылады деп ойлаймын. Себебі олар ешқандай партияда болмауы мүмкін, олар өз ойын ашық айтатын, жаңағы партия саясатымен сәйкес келмей қалам ба деген бір қорқыныштары да жоқ, өздерімен өздері келген адамдар болады. Сондықтан да менің ойымша осы құрылған мәжіліс, парламент, жалпы депутаттары әлде қайда бір еті тірі болады деп ойлаймын. Ал енді айтатын болсақ мәжіліс туралы, енді мәжіліс деген менің ойымша билік пен халықтың арасындағы көпір болу керек. Әр адам өзінің депутатын білу керек. Қазір жаңағы алдында өзіңіз айтып кеткендей, мысалы Қайрат Нұртасты біледі, бірақ та 107-108 депутатты халық білмейді мысалы. Сондықтан да менің ойымша біздің халық өз депутатын білу керек, және өз депутатының жұмыс істеп жатыр ма, жұмыс істемей жатыр ма, оны да тексеру керек. Сонымен қатар депутат деген әлеуметтік желіде белсенді болу керек. Депутат деген міндетті түрде бір жабылып алып, ешкімге сұхбат бермей отыратын ол жұмыс емес. Өкінішке орай мойындау керек. Біз мысалы 30 жылда 5 жыл бойы үндемей өткен депутаттар болды. Тек қана кнопкасын басып, ақшасын алып үндемей. Олардың депутат екенін біз кеткенде білдік мысалы, кейбір адамдардың. Сондықтан да әрине үміт көп. Сәке, біз міне бір мынандай аналитика жасадық. Жалпы қарапайым аналитика да. Жаңа айттық қой, енді Қайрат Нұртасты өте жақсы білу мүмкін да, 108-ді білмейді, біреуін де білмеуі мүмкін халық. Бірақ жалпы олардың түсінігінде бар. Парламент деген жалпы костюм кигендерін бәрі мемлекеттік қызметкер деп қабылдайды, бірақ оны ара-жігін ажыратамайды. Бұл жерде функция деген бар. Заң шығарушы, атқарушы, сот билігі деген бар ғой бізде. Енді заң шығару бізде енді сіз бен біз білеміз, ол біздің өмірімізді реттейтін заңдарды қабылдайтын орында. Үкімет әзірлейді, бұл кісілер қабылдайды деген сияқты. Енді қарапайым халық сол нәрсені білмей жатады. Біз кеше бір сондай сауал жүргіздік. Сауаттылық жетіспейді, Сауаттылық жетіспейді. Мүмкін сауаттылық, мүмкін ақпараттандырушы жетіспейді. Жоқ, ақпарат бар, бірақ та қызығушылық жоқ. Мысалы бір қарапайым мысалы Семейдің немесе бір Жезқазғанның дәрігері, ол өз жұмысын біледі, адамдарды қабылдайды, жібереді, тағы басқа. Бірақ та ол денсаулық сақтау министрлігінің сайтына кіріп оқымайды деп ойлаймын. Мен сұрағым мынандай. Енді жалпы білеміз, парламент ол депутаттар отыратын жер, Жаңағы айттық, ол 5 жыл отырып іштен істемей кеткен деген. Бар, болды, Енді қанша біз бірінші сайлайын деп жатқан жоқпыз ғой депутаттарда. Ол процесс 30 жыл бойы қаншама келді да, пропорциональный жүйе, мажоритарный жүйе болсын. Бастысы біз қаншама сайлаудан өттік. Енді депутаттар келеді кетеді дегенмен солардың сапасын қалай өлшеуге болады? Әркім өз, мысалы, егер сіздің танысыңыз болса, сіз оны жақсы бағалауыңыз мүмкін. Жалпы универсалды бір бағалау болу керек па? Қалай бағалауымыз керек? Жалпы ортақ, барлық депутаттарға ортақ, егер де бір кесте болса, жаңағы әлеуметтік желідегі белсенділігі, ұсынған заң кодекстары деген сияқты қанша рет сөйледі, журналистерден қашты ма, қашпады ма,
қоғамға, халыққа ашық па, региондарға қанша рет шықты деген сияқты бір таблица жасаса, әрине мәжілістің ішінен өте белсенді депутаттар шығады. Жоқ емес. Ондай мәжілістің сайтынан біз таба алмадық ондай. Жоқ, ондай таблица жоқ. Ол жаңағы мен айтып отырмын сізге таблицаны. Бірақ та, мысалы жаңа сіз айтқан 100 пәленбай депутаттың ішінде менің, шынымды айтайын, мен өз басым бір 10 адамды айта аламын. Расымен шын ниетіммен солар келесі мәжіліске қайтып келсін деп тілеймін. Себебі олар шынымен еңбекқор азаматтар. Қандай өлшейсіз? Қандай өлшем қойылады? Себебі оларды, менің ойымша, халық таниды. Сіз жаңа айтып отырсыз ғой, халық танымайды деп. Бәрін емес, бірақ та 10-15 адам бар халық таниды. Кәдімгідей халық оларға қабылдауына барып, олар халықпен кездесіп, Маңғыстау болсын, Алматы облысы болсын, барып, сөйлесіп, сол халықтың мұң-мұқтажын естіп, сол ақпаратты алып, мәжілістің мінберінен айтқан депутаттарды білемін мен. Ондайлар бар, бірақ та олар аз. Оныңыз рас сіздің. Ол аз. Қалған 80 депутат олай істемейді. Енді, Сәке, былай қарасақ, депутат заң шығару процесіне қатысу керек, тиімділік сода ғой, қаншама біз мысалы бер жағында көріп жатамыз ғой, депутат бір жерде сөйледі деген сияқты, бірақ бұлардан азана кешке дейін жұмысы бұл заң шығару процесі. Заң шығару процесі бұл тек қана қол көтеру салу емес қой, қаншама комитеттерден өтеді, талқылау өтеді. Мысалы кейбір депутаттар бар шығар, эфирге шықпайды. Енді әртүрлі себептер бар шығар, мүмкін біреу қазақша сөйлеуі мүмкін, біреу орысша жеткізе алмауы мүмкін. Дегенмен басқа осы тақырып публичность адам емес шығар, бірақ заң талқылау процесінде белсенділік танытып отырады шығар. Заңгерлеріміз бар, бірақ олар эфирге шықпайды. Ол жағын қалай өлшеуге болады? Жоқ, оныңыз рас. Он жаңағы мына рабочая лошадь деген бір сөз бар ғой орыс тілінде, яғни нағыз істейді немесе жаңағы елдің алдына деген сияқты. Бірақ жаңа сіз айтып кеткен сөзді қазақша білмейді деген сөзді мен қабылдай алмаймын, себебі әр депутат қазақша білу керек деп есептеймін. Сол себептен шықпайтын шығар деймін эфирге. Біз солай өлшейміз. Жоқ, дұрыс қой. Енді болашақ мәжілісте барлығы да қазақ тілінде сөйлеу керек деп есептеймін. Талап, ол міндетті түрде. Ал енді екінші мәселе, сіз дұрыс айтып отырсыз, біреу камерадан қорқады, болады ғой психологиялық. Камерадан қорқады, сөйлей алмайды тағы басқа. Қасиеті жоқ тағы басқа. Ондай адамдарды менің ойымша өзі сол комитеттің төрағасы немесе спикері ма бағалау керек деп есептеймін. Және де олардың фамилиялары кәдімгідей заңның астында жазылу керек. Яғни поправка жасады тағы басқа деген сияқты. Бірақ та жалпылама айтайын дегенім, бізде жаңағы сіз айтқан үндемей жұмыс істейтіндер де жоқ кейде. Халықтың алдына шықпайтындар да бар. Яғни 5 жыл, тіпті 2 срок үндемей отырғандар болды мысалы. Енді эфирде де үндемейді? Иә. Пленарка отырыстарда? Үндемейді, тек қана өзіңізді жаңа айтқандай қолын көтеріп, жасыл кнопканы басып отыра береді, болды. Солай 5-10 жыл отырған адамдар бар. Ал жалпы жаңағы айтып кеткен 2 критерия болды ғой. Эфирге де шығады, әрдайым белсенділік танытып жүреді. Региондарға да шығады, халықпен кездеседі. Ондайлар бар. Және заң шығару процесіне де белсенділік танытқан. Егер қатты қинамаймын, бірақ айтып жеткізе аласыз, сондай азаматтар болды ма бір 5-6 болса да? Енді ел алдында жүрген Еділ Жаңбыршын, Айдос Сарым, Самат Мұсабаев ағаларымызды енді ел көріп жүр ғой. Оны мен ғана емес, оны жалпы жаңа өзіңіз айтқандай әлеуметтік желіге кірсеңіздер де астында қолдап жүр. Мысалы, Елнұр Бейсенбаевты қалай біз айтпаймыз мысалы. Кәдімгідей белсенді, тіпті кейбір министрліктен алып келген заңдарына халыққа қайтарып жіберіп, халыққа бұл тиімсіз деп қайтарып жіберген кездері болды. Сондықтан да неге оларды айтпасқа? Менің ойымша, енді Елнұр қазір басқа қызметке кетіп қалды ғой, бірақ та енді жаңа Еділ ағамыз, Самат ағамыз, жаңа Айдос ағамыз, олар қайтып келу керек деп есептеймін өз басым. Ойыңыз? Иә, менің тілеуім, себебі олар енді артында бэкграунды бар, халыққа айтар, мемлекетке естірер жаңа сөздері бар, орны бар, тәжірибе бар. Кейде бір адамдар болады жаңағы, мүмкін шын ниетімен елге пайда әкелем деп ойлайды, бірақ та ондай адамдарға кішкене ысылу керек. Себебі алаңға шығу бір басқа, ал өзі мәжілістің ішінде өзінің бір тәртібі бар. Жүйе дейміз ғой. Сондықтан да сол 2-3 азаматқа мен тілеулеспін. Біз бір замандаспыз ғой.
жас кезімізде есімізде ғой, бұрын мажоритарлы жүйе болды ғой. Депутаттар жеке округтарына түсіп жатты мандатпен да. Оның арасында кәсіпкерлеріміз де көп болды. Енді мынау бар ғой, хлеб и зрелище деген түсінік бар ғой. Сол қайтып келмей ма сол заман? Ертең халық тағы да сол концерт неге әуестеніп кетпейміз ба? Мен сізге былай айтайын, менің ойымша, өкінішке орай популисттер өтеді мәжіліске. Өтеді ма? Өтеді. Жоқ, өтеді. Бір арнай өзінің бір пайызы болады. Мен мына қанша 108 адам ба, 107 адам ба жиналғанда барлығы да керемет, ғажап, қаһарман, майталман болады деп айта алмаймын. Оның басын ашып болу керек қой, адам болғаннан әртүрлі болады. Біреу күн түні сөйлейді халық үшін, а біреу үндемей 5 жыл отыруы мүмкін. Сондықтан да өкінішке орай біздің халық кейде алданады дейміз бе, енді қалай алданғысы келе ма, біреу бірдеңе десе, жаңа кредиттерді жабам десе, соған сенетін сияқты ма, енді білмеймін енді. Иә, болуы мүмкін ғой. Жаңа бір бала мінезі дейміз ба, ақын жандылық дейміз ба, кейде бір популистік бір сөздерге жаңағы қанттың бағасын түсірем деген, қалай түсіресің? Сен оның қант сатып алып жатсың, оның перевозкасы бар, доставкасы бар, жұмысшылар бар, тағы басқа. Яғни кейде адамдар бір айтып қалған бір арзан ұранға сеніп кетіп қалатын адамдар болады, дауыс беріп. Сондықтан да какой-то бір процент сондай ұранмен, жалған ұранмен, популистік ұрандармен мүмкін мажоритардың ішінен келетін адамдар болуы мүмкін. Мен оны жоққа шығармаймын. Бірақ біз одан алшақ болуымыз. Бірақ та менің ойымша халық оны көру керек. Халық өзінің қателескенін көріп, жалпы өмірде көрген жақсы. Өзінің қателескен әттең сонда 23-ші жылы соған дауыс бермегенінде ғой деп саусағын шайнап деген сияқты өкіну керек. Келесі жолы 28-ші жыл ол жаңағы популистік емес, шынымен еңбекқор, өзіңіз айтқандай үндемей жұмыс жасайтын адамға дауыс береді. Сондықтан да бір ауыз күйу керек па деп кейде ойлайсың біздің қоғамда. Сондай бір енді мүмкін радикалды сөздер шығар, бірақ та енді солай. Жақсы. Сәке, енді осы 2 ай, 1 ай үлкен науқан болады ғой, агитация дейді. Ұранды сөздер болатыны, Ораз Жанайықбектің несиен жауап берем десе де, ондай таңғалмаймыз. Болуы мүмкін. Өйткені ол солай саяси технологиялардың бірі ғой. Жалпы сіздің ойыңыз қалай? Біздің парламенттің, мен ойымша, бір ерекшелігі, қазақи ұстанымда бар шығар, бір жаға жыртып жатқан ондай кездер болмайды. Бұғандай емес, басқа парламентте, енді онай болсын деп айтпаймын, бірақ кейбір басқа елдерді қарап жатсақ, төбелесіп жатады, қырқысып жатады, фракциялар бір-бірімен кәдімгідей, енді қол жүгіртіп жатады. Енді мен айтпаймын, ол бір патриоттық бір ұстаным деп айта алмаймын, бірақ дегенмен ода не жатыр, ода бәсекелестік жатыр да. Бізде неге ондай көрініс табылмайды? Соңғы шақырылымда мен қателеспесем, ондай болған емес. Енді мен өз пікірімді айтайын, менің ойымша, жаңа егерде Ресейдің мемлекеттік думасымен салыстырсақ, Ресейде білеміз төбелесті де, жаңағы бір-біріне микрофон лақтарды, тағы басқа. Неге Қазақстанда ондай жоқ дейміз ғой? Менің ойымша, бұл жерде қазақтың менталитеті жатыр. Жаңағы Ресейдегі думадағы төбелескен 2 депутат, екеуі барады кешке дастархан жайып дос болып кетеді. Михалыч, прости, анау-мынау деп. Қазақ бір-бірін кешірмейді. Түсінесіз? Әртістікке салынбайды. Шынайылық бізде бар дейсіз, біздің парламентте. Жоқ, шынайылық емес, шынайылығы да, арамдылығы да барлық халықтарда бар ғой, бірдей. Бір халық бір халықтан жоғары дегеннен аулақпын. Бірақ та мәжілісте солай істесе, ол бүкіл халыққа көрініп тұрады. Көрдіңіз бе? Содан кейін барады да бізде кейде бір кек сақтау, бірдеңені ұмытып қалу, кешіре салу деген әлсіздеу ме деп есептеймін. Сәке, мен айтайын деген былай ғой, бұл заң, бұл біздің өмірімізді реттейтін құжат қой. Сол бұл жерде төбелессін деп айтып отқан жоқпын, жалпы үлкен бір дискуссия. Жоқ, дискуссия керек. Дискуссия емес, сіз жаға жыртысу деп жатсыз, қол жұмсап деп жатсыз. Заң жүзінде мен келіспеймін, мен қабылдамаймын, мен өткізбеймін деп айтуға болады. Бірақ та
төбелеске дейін жеткенін мен өз басым қаламаймын. Себебі ол біріншіден кез келген адам хайуаннан несі артық? Санасымен артық қой. Маймылдар, арыстандар, жолбарыстар төбелесіп жатады мысалы. Территория үшін, тағы басқа, тамақ үшін. А енді адам, сонысымен адам ғой ол. Келісіп, дискуссия, дипломатия. Енді президентіміздің өзі дипломат мысалы. Енді президентіңіз дипломат болып атып, сіз мәжілісте бір-бірін төмпештеп атсаңыз, енді ол кішкене парадоксально ғой. Жақсы. Өткен шақырылымның ерекшелігі мынау астам дауыс алған партия, атауын айтпай ақ қояйын, ол жерде бәсекелестікпен келді кейбіреу. Мен енді кейбіреу келіспеуі мүмкін, бірақ праймериз деген өтті, ол жерден кәдімгідей. Мен де өттім. Адамдар дауыс жерден білмеймін, мен де-факто қалай болған, бірақ бәсеке болды ол жерде. Сәйкесінше сапалы адамдар келген сияқты деп ойлаймын мен өзім. Бэкграундтарына қарасақ, әр сала мамандар келді. Енді алдағы уақытта мынау сайлау науқанында сіз кімді көргіңіз келеді жалпы? Қандай азаматтар көп болған дұрыс? Критерияңызды айтсаңыз өзіңіз. Олар отырған жағдайда не істеу керек? Жаңа Қазақстан деп айтып жатырмыз, жаңа портреттер қандай болу керек? Бізде бір әйгілі спортсмен болсын, әйгілі әнші болсын, әйгілі актер болсын, соны аламыз да, сол өзінің рахаттанып жүрген саласынан жұлып аламыз да, спорттан, әртістік кино жұлып аламыз да, мәжіліске отырғызып қоямыз. Жаңа ғана өткенде актер болсын, спортсмен болсын. Ол әлде қайда мемлекетімізге, Қазақстан Республикасында пайдасын сол өзінің саласынан әкеле алады. Керемет болсаң, қазақ фильмнің басшысы қой. Керек болсаң, жаңағы спорт комитетінің басшысы қойып қой, тағы басқа. Бірақ та спорттан, театрдан, кинодан алып кеп депутат қою менің ойымша дұрыс емес. Депутат деген, жаңа өзіңіз айтқандай, таза заң шығаратын, саясатпен шұғылданатын адам болу керек. Сол саланың адамдар керек қой, бізде спорт саласы бар, мәдениет бар. Мысалы, ол заңгер. Жоқ, енді пенсияға шығатын болса, онда әрине. Жаңағы мысалы Серік Қонақбаев деген сияқты, немесе кезінде жаңағы Үшкемпіров марқұм ағамыз болды дегендей. Ол бір басқа, Дәулет Тұрлыханов ағамыз бар мысалы, неге болмасқа. Сондықтан да жаңа мәжілістің бейнесі деп айтсаңыз, жаңа мәжілістің бейнесі былай болу керек, менің ойымша. Әр адамда әлеуметтік желіде парақша болу керек. Негізі критерий ол ашықтық. Ол ашықтықтың белгісі. Оған жаңағы өзінің бір көмекшісін, секретаршасын емес, ол өзі мына телефонды алып, өзі жауап беру керек. Кешке бір жарты сағат уақытыңды бөлді, халықпен байланыс. Саған күн-түні ешкім отыр деп айтпайды мысалы. Сайлаудың барысында, қазір процесс барысында біз соғанда мән бергеніміз дұрыс қой, иә? Әрине, ол бір. Екіншіден, бізде мысалы, енді мен өзім баспасөз хатшысы болдым, тағы басқа. Кейбір министрлердің, әкімдердің әлеуметтік желіде парақшалары жоқ. Немесе бар болса, өтірік біреуді қойып қойған, ол айлап жауап бермейді. Тек қана бір резонанс болып, қорыққанын сыйлап жауап бермесе болды. Сондықтан да әлеуметтік желіде ашық болу керек. Екінші, жаңағы мен айтқаным, қазақ тілінде сөйлеу керек. Сен қай ұлт болсаң да, сен қазақ тілі, мемлекеттік тілімен сен сөйлеу керексің. Сен осы мемлекетте тұрасың, осы мемлекеттің жаңағы нанын жеп отырсың, осы мемлекеттің халқын сыйлау керексің. Қателеспесем, ол талап бар деп сайлау несінде. Енді жоқ, бізде енді өкінішке орай әлі күнге дейін қазақша сөйлемейтін министр бар. Атын айтпай қояйын. Бізде қазақша сөйлемейтін облыс әкімдері болды. Бізде қазақша сөйлемейтін премьер-министріміз болды. Енді жаңа Қазақстан ғой бізде. Жоқ, енді айтып отырмын, болды деп отырмын ғой. Енді соны қатені қайталамас үшін біз жаңағы депутаттарға нақты сондай не болу талап қою керекпіз. Одан кейін, жаңағы дейсіз ғой, қандай талап? Қоғамда халықтың арасында беделді бар азаматтар бар. Мысалы жаңағы Ренат Заитов дейміз, немесе жаңағы тағы басқа азаматтар шығып жүр, бірақ та олар сөз өтімді. Сөз өтімді жаңағы. Кез келген жақта, шығысы болсын, батысы болсын, оңтүстік, солтүстік бәр жерде. Неге оларды мәжіліске тартпасқа? Сондықтан да 30%-ды беріп, халық өзі сайласын деп, ертең жаңағы ол адам өтсе, ол адам ертең биліктің ішінен жағдайды көріп түсінеді. Біз кәсібилігіне
қалай мән бермеймін. жоқ, кәсібилігі дегенде Беделді азаматтар, мен сізді түсіндім. Беделді азаматтар қазір бізде әлеуметтік желідегі белсенділігімен. бізде депутат факультеті деген оқу жоқ қой бізде. Жоқ, Бізде дәрігерлер бола алады. Иә, онда жоқ, бірақ кәсіби деңгейде бір саланы. Жоқ, енді әлеуметтік қорғау азаматтар бар ғой, белсенді, мысалы енді. Қазір мысалы Ринат Заитов, ол жаңағы бір ненің директоры болып отыр мысалы. Мәдениет саласының, иә, яғни. Немесе біреу спорт саласын, тағы басқа. Сондықтан да мүмкін сол жақтан да пайдасы келер, бірақ та жалпы мен айтамын, мына сыртта жүрген халықтың беделі бар азаматтар мәжіліске келіп, жағдайды билікті іштей көмектесу керек. Түсінесіз бе? Сырттан айғайлай бергеннен пайда жоқ. Себебі оппозиционердің де, менің де, сіздің де бір ғана Қазақстанымыз бар. Мүддеміз. Бізде екінші Қазақстан жоқ. А ол белсенді азамат ертең белсенділігін түсіріп алмай ма? Оны да көру керек халық. Айтып отырмын ғой, жаңағы популист дегеннен шығады ғой. Халық көрген жақсы. Әттең мен неге мынаған дауыс берді, мен алдап кетті ғой деген сияқты, оны да көру керек халық. Сонда халық өзі түсінеді өзінің шамасын. Менің білімім жете ме, сайлауға жетпей ме, мына адам жақсы ма, жаман ба деген сияқты. Жалпы өмірде көрген жақсы. Сәке, бір жарты сағаттай пікірлестік. Қысқада нұсқа болса да, өте қонымды сөздерді айттыңыз. Өйткені соңғы сұрақтағы жауап бұл негізгі критериялар. Осыны халқымыз жадында ұстасын деп тілегім келеді. Әрине бізде бір президент бар, қаншама министрлер бар, бірақ 108 депутат, бұлар көп нәрсені шешеді. Сол себептен халқымыз қателеспесін. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі эфиріміз тамам. Алдағы уақытта басқару бағытындағы жұмысымызды жалғастыра береміз. Егер ұсыныстарыңыз болса, төменде комментарийға қалдырып кетіңіздер.